Саламатсыз ба көрермен? Бауыр сау болу үшін қандай сусын ішу керек? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болады. Келесі видеом саусақтағы нүктелердің пайдасы жөнінде болмақ. Денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Бауыр сау болу үшін мынадай сусындар іше жүріңіз. Қара қатты смородинаны қантпен 1:2 қатынасында шаймен ішіңіз, шектеусіз. Лопух тамырынан тұнба жасаңыз. 5 ас қасық ұсақталған тамырды термосқа салыңыз, 1 литр қайнаған су құйып 5-6 сағат тұндырыңыз. Күніне 3 рет тамақтан 30 минут бұрын 1/3 стакан көлемінде ішеді. Итмұрын, шиповник шайын ішіңіз. 1 кесе итмұрынды майдалап турап, немесе езіп, 2 стакан қайнаған су құйыңыз. 1 ас қасық бал қосыңыз. Мұны 3 порцияға бөліп, таңертең, түсте және кешке ішеді. Жас қайың жапырақтары. 150 грамм жас қайың жапырағына 3 стакан жылы қайнаған су құйыңыз. Бетін жауып, 3-4 сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін тамақтан 30 минут бұрын күніне 2 рет жарты стаканнан ішеді. Асқазанның бауырмен қатар жүретін ауруларын емдеу үшін 100 грамм бал, сары май, какао және 10 мл алоэ шырыны керек. Бәрін араластырыңыз. Күніне 3 рет 1 шай қасықтан тамақтан 30 минут бұрын ішеді. Бүгінгі видеом осымен аяқталды. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.